Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз математика сабағынан 4-ші сабақ екі таңбалы сандардың графикалық моделі тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты екі таңбалы сандардың графикалық моделін құру, разрядтық кестені қолдану. Олай болса балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып, 10 мен 20 сандарының арасындағы екі таңбалы сандар тізбегін жаз. Олай болса балалар, 10 саны берілген, тізбек бойынша бізде келесі 11 саны, келесі 12 саны, 13 саны, тізбек бойынша жалғасады, 14 саны, 15 саны келесі, 16 саны, 17, келесі 18, және соңғы 19 саны. Осылайша балалар 10 және 20 сандары арасындағы сандар тізбегін жазып шықтық. Екінші тапсырма зерттеу. Екі таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара. Бұл жерде жасыл түсті берілгенімізде ондықтар, ал көк түсті бірліктер санын білдіреді. А нұсқасына қараймыз. Жасыл шаршыларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7 ондық. Көк шаршыларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 5 бірлік. 7 ондық 5 бірлік бұл 75 санын білдіреді. Енді балалар ә нұсқасына қараймыз. Ондықтар саны 5, бірліктер саны 7. 5 ондық 7 бірлік 57 санын құрайды. Дәл солай Б нұсқасына қарайтын болсақ, 6 ондық 2 бірлік 62 санына тең болады. Үшінші, тапсырмаларды орында 34 санын әртүрлі дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет. 47 санын әр түсті шаршылардан тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет. 3 дөңгелек балалар бұл жерде 3 ондықты, 4 текше 4 бірлікті білдіреді. Сонда бізде 34 саны шығады. Ал екінші модель бойынша 4 3 бұрыш 4 ондықты, 7 шаршы 7 бірлікті білдіреді. Сонда бізде 47 саны шығады. Төртінші есеп. Теңдеулерді тап, оларды шеш. Алдымен теңдеуді табуымыз керек балалар. 8 азайту x бізде бұл теңдеуге жатпайды. Бізде теңсіздік жоқ. 10 азайту x тең 8. Бұл жерде белгісіз мәнді табуға арналған, яғни бұл бізде теңдеу. Теңдеуімізді төменге жазып, шешуін табайық. 10 азайту x тең 8, x тең 10 азайту 8, x-тің мәні 2-ге тең болады. 10 азайту 2 тең 8. 10-нан 2-ні азайтсақ 8, және теңдіктен кейін де 8. Демек, теңдеуіміздің жауабы дұрыс. Келесі балалар, 10 азайту 3 тең 7, бұл бізде есеп. 5 үлкен 3-тен, бұл бізде салыстырмалы есеп. Келесі x азайту 8 тең 10. Берілгенді жазып аламыз. X-ті табу үшін минус 8-ді оң жаққа ауыстырамыз. Солдан оң жаққа ауысқандықтан таңбасы өзгереді. 10 өз күйінде қалады. X тең 10 қосылған 8, таңбасы ауысып түседі. X тең 18. Белгісіз мәнді орнына қойып тексереміз. 18 азайту 8 тең 10. 18-ден 8 азайтқанда 10, теңдіктен кейін де 10. Демек, біздің теңдеуіміз дұрыс. Келесі бізде 5-ші есеп. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 30, 27, 59, 93 сандар берілген. 30 санын 30 қосылған 0, немесе 3 ондық 0 бірлік түрінде жазуға болады. 27, 20 қосылған 7, немесе 2 ондық 7 бірлік түрінде жазуға болады. Келесі бізде 59 саны 50 қосылған 9, немесе 5 ондық 9 бірлік. Келесі 93 саны 90 қосылған 3, немесе 9 ондық 3 бірлік түрінде жазуға болады. 6-шы есеп. 42 санының ондықтар разрядындағы цифрдың мәнін бірге арттыр. Бірліктер разрядындағы цифрдың мәнін бірге кеміт. Қандай сан шықты? 42 саны
40 қосылған 2 немесе 4 ондық 2 бірлік түрінде жазып аламыз. Кейін 4 ондық 2 бірлікке 1 ондықты қосамыз. Сонда бізде 4-ке 1-ді қосқанда 5, 5 ондық 2 бірлік, 52 саны шықты. 5 ондық 2 бірліктен 1 бірлікті кемітетін болсақ, онда 5 ондық 1 бірлік қалады, яғни 51 саны шығады. Жетінші есеп, есепті шығар. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды? Балалар шешуін жазамыз. Бірінші топты бізде белгілі, екінші топты белгісіз, 7 жұмбақ кем жасырған. Кем болса, біз азайту амалын қолданамыз. Олай болса, 19 азайту 7 тең 12. Жауабы екінші топ 12 жұмбақ жасырған. 8-ші есеп балалар. Дәптердің тор көздерін пайдаланып, 26 санының әртүрлі графикалық моделін сал. Осы санның көршілерін разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жаз. Балалар графикалық моделіне қарайтын болсақ, 2 қызыл дөңгелекпен берілген. 2 қызыл дөңгелек бізде ондықтарды білдірсе, яғни 2 ондық, ал 6 шаршы ол 6 бірлікті білдіреді, яғни 26 саны. 26 санының көршілері 25 және 27. Осы 2 санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрейік. 25 саны балалар 2 ондық 5 бірліктен, ал 27 саны 2 ондық 7 бірліктен тұрады. Соңғы тапсырмамыз балалар 9-шы тапсырма. Пойыз құрастыр ойыны. Бізде үлгі берілген 4 қосу 6 қосу 7 тең 17, яғни 17-ші пойызға барып қосамыз. Келесі бізде 1 қосу 4 қосу 9, жауабы 14. 14-ші пойызға барып қосамыз. Екінші 1 қосу 9 қосу 3 тең болады 13. Келесі 9 қосу 1 қосу 2 тең 12. 12-ші пойызға барып қосамыз. 6 қосу 4 қосу 5, жауабы 15. 15-ші пойызбен бірге қосатын боламыз. 1 қосу 7 қосу 8 тең 16. 16-ші пойызбен апарып балалар сызық арқылы қосатын боламыз. Сабақ бітті балалар, сау болыңдар. Тақырыпты жақсы түсіндік деген ойдамын.